Сәлем сіздермен Кинохан, және бүгін Айронавтар фильмін айтып беремін. Лондон 1862 жыл. Амелия Рен ауқатты отбасына шыққан жас қыз. Ол әуе шарларын басқаруға қызығушылық танытып, метеоролог Джеймс Карбонмен бірге қаланың орталық алаңынан ұшып шығуы тиіс қондырғыны басқаруға дайындалуда. Барлық тұрғындар ұшыруды көруге келді, өйткені бұл шынымен де кереметке толы. Джеймс досы Джон Тримен егжей-тегжейлерді талқылап жатқанда, көрермендер ұшуды асыға күтеді. Мисс Рен кешігеді, және ер адам өзінің демеушісі Нед Чемберстің наразылығын тыңдауға мәжбүр болды. Өйткені ер адам осы зерттеулерге берген ақша сомасын ескере отырып, ұшуды кейінге қалдыруды қолайсыз деп санайды. Ұшыруға бірнеше минут қалғанда Амелия пайда болады. Ол кеменің төбесіне мініп, жұртты тентектікпен қарсы алады. Қыз көрермендердің көңілін көтеру үшін бірнеше трюктар көрсетеді. Халық мәз-мейрам болып, ешкім баспаған биікті бағындыруға ниетті тәуекелшіл ғалымдарды шығарып салуда. Джеймс өз зерттеулері үшін көрсеткіштерді алуға тырысып жатқанда, мазасыз Амелия белгі беріп шар аспанға көтеріледі. Екеуінен басқа, қыздың иті де ұшады. Ол өмірін онсыз елестете алмайды. Жеткілікті биіктікке жеткен соң мисс Рен өзінің сүйікті итін борттан лақтырып жібереді. Көрермендердің тынысы тарылады. Жерге құлап бара жатқан кезінде жануардың артында кішкентай парашют ашылып сәтті қонады. Осылайша Амелия бір сәтке жиналған көпшілікті қуантып таң қалдырады. Құс ұшатын биіктікке көтерілген Джеймстің өткені есіне түседі. 2 жыл бұрын ол Джон екеуі Чарльз Грин басқарған әуе шарының алғашқы ұшуын тамашалады. Содан кейін досы зерттеушіні жұбатып, ғылыми қоғамдастық оның еңбегін әлі де бағалайтынын айтады. Осылай жас жігіт метеорологияны зерттеу үшін өзінің аспандағы экспедициясына қаражат табуға тырысты. Оның әріптестері ауа райын болжау мүмкін емес екеніне және оған ерекше қажеттілік жоқтығына сенімді болып, оған күлді. Дегенмен Джеймс зерттеулерінен бас тартпай, сенімді түрде алға жылжыды. Ол өзінің жетістігіне сенді, мен ауа райын болжау ондаған адамның өмірін сақтайтынын дәлелдеймін деп үміттенемін. Ұшудың 10-шы минутында әуе шары 1600 метр биіктікке көтерілді. Ғалым жел, ауа райы, биіктік туралы мәліметтерді жазып алып, көгершінге бекітіп жіберген. Серіктестің айла шарғысын Амелия бақылай отырып, олардың сапары көз жасымен аяқталуы мүмкін деп түсіндіреді. Сондықтан ол деректерді осылайша жерге жіберіп жатыр. Бірнеше минуттан кейін экипаж бұлтқа көтеріледі. Ол жерде оларды жағымсыз тосын сый күтіп тұрады. Айналасында нағыз дауыл басталады. Әуе шары ары-бері шайқатылып корзинадан оларды ұшырып жіберіп, екеуін қатты күшпен екі жаққа лақтыра бастайды. Джеймс қайта көтеріліп, Амелияны ішке тартып алады. Қыз найзағайлы бұлттардың шекарасынан жоғары биіктікке шығу үшін құм дорбаларын тастап, ол әуе шарын жоғары көтеруге тырысады. Олардың қолдарынан келеді, және екеуі күлімсіреп, ашық күнмен аспанға қарайды. Қайтадан бұлтты аймаққа кіріп, Джеймс аспаптардан көрсеткіштерді алуға қуана кіріседі, өйткені ол қоңыраудың шырылдағанын анық естиді. Бұл ылғалдылық дыбыс толқындарын тасымалдауға қабілетті екенін білдіреді. Корзинаның түбінде шаршап жатқан Амелия осы сәтте күйеуін есіне алады. 2 жыл бұрын олар Пьер екеуі аспанға ұшып, найзағайға тап болады. Сол кезде Пьер өзін құрбан етті, өйткені әуе шарын биікке көтеріп дауылдан шығу керек еді. Әуе шарында салмақ көп болатын, тасталған қаптар жеткіліксіз екенін түсініп, өзін төмен қарай тастайды. Қыз сүйіктісінен айырылғанына қатты қайғырады, оның қайғы қасірет сезімі оны қайтадан есіне түседі. Амелия да Джеймспен кездескен кешті есіне алады. Оның әпкесі Антония қызды әлеуметтік қабылдауға мәжбүрлеп апарды. Жас жігіт мисс Ренге бірінші болып жақындап, зерттеуі туралы айта бастады. Ол оны қызықтыра білді. Бірнеше күннен кейін әпкесі жаңа әуе шарын тіге бастағанда, Антония бар күшін салып, оған күйеу тауып, жердегі бақытын құру керек деп айтады. Дегенмен Амелия қызды қабылдауға сүйреп апарған үшін тек алғысын білдірді, өйткені ол оған бұл өмірге деген жаңа мағына сыйлады. Осы уақытта ғалымдардың әуе шары 5000 метрден асады. Екеуі тұтас бір топ көбелекке таңдана қарайды. Джеймс өзінің досы Джонның үнемі жәндіктерді тасымалдайтын ауа ағындары бар деп мәлімдегенін, бірақ ол оған сенбегенін айтады. 7000 метрлік белгіден өтіп, Амелия төменге түсіру туралы айта бастайды, өйткені олардың жеткен биіктігі рекордты жаңартты. Жас жігіт олардың жүргізіп жатқан зерттеулері әлемді өзгертеді деп Амелияның жоғары көтерілуге көндіреді. Ал қыз 0-ден төмен температураға қарамастан, одан да жоғары көтерілуге келіседі. 9000 метр биіктікке жақындағанда қысымның өзгеруіне байланысты Джеймсте қиындықтар туындай бастайды. Ауадағы оттегінің концентрациясы төмендейді. Бұл әлсіреуге, жалпы әлсіздікке әкеледі.
Амелия төмендеуге тырыса бастайды, бірақ төмен температураға байланысты ауа шығаратын клапан қатып қалады. Әріптесінің есін жоғалтып жатқанын көрген қыз механизмдегі ақауды шешу үшін арқанға көтеріледі. Ең шыңына шыққаннан кейін ол аяғымен теуіп клапанды ашады, бірақ сол сәтте ол күшін жоғалтып құлап. Амелия есінен танып қалады. Есін жиған бойжеткен қауіпсіздік арқанында төңкеріліп ілініп тұрғанын түсінеді. Ол корзинадан тым алыс, сондықтан оның өздігінен шығуға мүмкіндігі жоқ. Джеймске жете алмайтынын түсінген Амелия өзін сермеуге тырысады. Бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін ол себетке жетіп, жансыз қолдарымен баспалдаққа жабысады. Тоңған Джеймсті қозғаған қыз оның әлі тірі екенін түсінеді. Олар аспаптардан көрсеткіштерді алуға тырысады, бірақ олардың көпшілігі істен шыққан. Ақырында жас жігіт қыздың тоңған қолдарына назар аударады. Ұшарда өзімен бірге алып келген коньякпен қолдарын мұқият ысқылайды. Содан кейін осы жердің суын зерттеу үшін құмыраға қар түйіршіктерін жинай бастайды. 5000 метрде Амелия олардың тым тез түсіп бара жатқанын байқайды. Ол олардың құлауын баяулату үшін себеттен салмақ болатын барлық заттарды лақтыруға бұйрық береді. Барлық жеке заттар мен зерттеу құралдарынан құтылған олар қажетті нәтижеге жете алмағанын түсінеді. Себеттің өзі тым ауыр екенін түсінген Джеймс арқанға өрмелеп, арқандарды кесіп, корзинадан құтылу керектігін айтып, оны кесіп тастайды. Судың әлі де тез жүріп жатқанын көрген Амелия төменге секірмек болды, бірақ жас жігіт оны тоқтатады. Ол арқандарды кесіп тастайды және ағынның күшімен әуе шардың төменгі бөлігі жоғарғы жағына жабысып, осылайша парашют болады. Қону кезінде Джеймс ағаш бұтақтарына құлайды, ал арқанға ілініп қалған қызды бірнеше метрге дейін сүйрейді. Бірнеше күннен кейін барлық газеттерде екі аэронавтың жұлдыздарға мүмкіндігінше жақын барып, барлық әлемдік рекордтарды жаңартқаны туралы мақалаларға толы болды. Экспедициядан келген көгершіндермен жіберілген барлық жазбаларды салыстыра келе, екеуінің 11200 метр биіктікті бағындырғаны анықталады. Бұл ұшу атмосфераның әртүрлі қабаттарын ашуға мүмкіндік берді және кейінірек ауа райы туралы алғашқы болжамға серпін берді. Ғылыми қауым ақыры Джеймс Глейшердің еңбегін жоғары бағалап, оны байыппен қабылдады. Метеоролог пен әйел аэронавтың экипажы әлемге ауа райын болжаудың жаңа ғылымын беру арқылы тарихта қалды. Фильм ұнаған болса, лайк бас, каналға тіркелуді ұмытпа. Киноны толық көруге кеңес беремін. Шытырманға толы өте жақсы кино.